Қайырлы күн, құрметті желі қолданушылар. Мен Сарыағашта жүрмін. Бұл Сарыағаш ауданының орталық базары. Bayram, jimnastika шығамыз. Bayram. Сарыағаш қаласы, орталық базар, халықпен кездесу. Күн өте ыстық. Арнайымыз. Рүстем. Қандай қадыр түсіруі? Құрметті сарыағаштықтар, бүгін сіздердің алдарыңызда базардың қақ төріне келдік біз. Алдымызда құрылтай. 23 тамыз күні құрылтайға партияларға дауыс бересіздер. Сіздердің алдарыңызда Түркістан облыстық сайлауалды штабы Әділет партиясының. Өздеріңіз білесіздер, биыл мемлекет басшысы көптеген саяси реформалардың бастамашы болды. Халық болып қолдадыңыздар. Референдум болды. Қол қойдыңыздар, дауыс бердіңіздер. Сөйтіп, ата заңымыздың 84%-на өзгерісленді. Соның бірі парламенттің атауының құрылтай болып өзгеруі. Әділет партиясы биыл құрылды. Әділеттілікті жақтайтын, қоғам мен мемлекет арасында әділеттілікті қолдайтын, әр отбасының әділеттілігін қолдайтын, бүкіл адамдардың әділеттілігін қолдайтын, құқықтардың тапталмауын қолдайтын, төмен несие саясатын қолдайтын, әр азаматтың баспаналы болуын қолдайтын Әділет партиясының құрылтайдың тізіміне іліккен азаматтар бүгін сіздердің алдарыңызда. Әділет партиясының съезінде 186 азамат партиялық тізіммен ұсынылды. Оның 72-сі әйел еді. Ешқашан болмаған жаңалық айтыңыздаршы, әйелдер. Дұрыс па? Бүгін партияның бағдарламасын таныстыруға сол партиялық тізіммен ілінген азаматтар осында. Бірінші Толыбаев Нұрлан Әлшерұлы, Түркістан облыстық Әділет партиясы
филиалының төрағасы әрі құрылтайға кандидат үміткер. Түсіндіңіздер. Екінші Жамалов Бауыржан Салдарұлы. Өзіңіздеріңіз білесіздер, үлкен кәсіпкер, оңтүстіктің мақташысы. Осында. Және де Нұрсадық Ергешбекұлы.